Осы мысль маған өте қатты көмектесті никогда өзімде чувство вины сезінбеуге. Ол қандай мысль? Адамды дейді да, ештеңе істеп қажет емес, адамды жоқ қылып разрушать етіп жіберу үшін ол күнделікті болмайтын нәрсеге, болатын нәрсеге чувство вины сезіне берсе, мен кінәлімін деп болды дейді да, ол адам жоқ дейді. Ол адамның иммунная системасы да жоқ, ол адам бүкіл ауруға ашық, ол адамның өмірінде жеңістер де болмайды дейді. И осы жерден мен үшін ключевой момент, мен түсінбей қалдым да, сонда ұятсыз болып ешнәрсеге ұялмау керек па деген ой келді да. А потом мен былай айырдым ғой, ұялу деген нәрсе бір бөлек, чувство вины сезіну тіптен бөлек нәрсе. Чувство вины ол мен кінәлімін деп ойлау. Мен кінәлімін деп ойлануға біздің құқығымыз жоқ. Ал ұялу ол өзіңнің қате жасамаған кезіңнен ұялу, жасаған кезіңнен ұялу, өзіңді тыңдамағаннан ұялу, өзіңді всегда төмендете беруден ұялу. Міне осы нәрсе кішкене біздің ішіміздегі бір иммунитетті создавать ететін секілді.